Мені Зүлфия байлап тастады. Құндыз Руслан Өтепбайға бар шындықты айтты. Желіде 17 жыл бойы құлдықта болған апалы сіңлілердің бірі Құндыздың қол-аяғы байлаулы күйде жерде жатқан суреті тарап, елді алаңдатып қойды. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Оқиғаның мән-жайын анықтап, ақ-қарасын ажырату үшін журналист Руслан Өтепбай Тараз қаласына арнайы барып, Құндызбен сөйлесті. Суреттің тарихын Құндыздың өзінен сұрап білдім. Жауабын тыңдап көріңіздерші. Егер Зүлфия Төленова Құндызды байламаса, Құндыз жала жаппайды ғой. Мен өз басым Құндызға сенемін. Аталған дерек бойынша Зүлфия Төленованың үстінен қылмыстық іс көтерілді. Посттың жалғасы бар, деп жазды журналист. Құндыз, мен саған бір сурет көрсетсем, соны айтып бере аласың ба маған? Мен осы сурет үшін келіп тұрмын, сонау Алматыдан. Мынау сен ба? Кім бұлай істеген сені? Қазір мен сені алып кетемін, кім мынаны істеген? Қорықпа. Ал? Мама? Мама істеді. Қай мама істеді? Зүлфия мамам ба? Иә. Мен подсказка беріп тұрған жоқпын, өзі айтып тұр ғой. Қанша уақыт жаттың сен осылай? Көп. Мынаны байлаған кезде Зүлфия апай маман болды ма? Байлаудың қасында қатысты ма, әлде үйде болған жоқ па? Болды. Мен оны байлаған жоқпын ол кезде ше. Сосын? Білмеймін, мынаны алып кіріңдерші дедім мен үйге ше. Алып кіріңдерші үйге деп. Сіз енді ол кезде болған жоқпын дедіңіз ғой. Мен үйде ол кезде бұнда байланған мен көрген жоқпын, бұның үшін мен түсінбеймін ше. Мынау сұмдық қой. Ауырған жоқ па осы кезде сенің денен, қол-аяғың? Мынау аузыңды байлап тастаған ба скотчтап? Таня, сіз келіңіз енді. Сіз енді шында жауап беріңіз. Мынаны кім байлады? Настик, Адихан. Сол кезде мама үйде болды ма? Боди чоқу. Қайда болды? Алматыда. Алматыда болды? Таня айтып жатыр, дәл осылай байлаған кезде Әділхан байлады, мама, яғни Зүлфия үйде болған жоқ дейді. Өтірік па, шын ба? Болды. Болды ғой, а? Иә.